негізі біраз проблеманы ашып жіберген сияқты. Бұны ойлаған жоқпын ондай нәрсе айтасыз деп, бірақ шынымды айтсам Енді сауда саттық солай да енді. олар брендті көтеру мақсатында емес, больше товар туралы көбірек айтпайды, больше адамдарға арманды сатады ғой, былайша айтқанда, түсінесіз ба? Конечно, получается рассрочка харам болып тұр ғой. Негізі рассрочка харам. Ну и бұл жерде мынандай нәрсе ғой. Ал егерде мынандай болсашы, егерде ештеңе сатпайсың, Ой алла, я. кетіп қалдыр ма? Жоқ, просто анау. Сол, мен енді ондай болады деп ойлаған жоқпын, так что біраз адамдарға пайдасы тигізеді деп ойлаймын. Бағанағы кісілерге шай сатып отқан кімдерге ешқандай проблема жоқ, ол кісілер өздері біледі, әрине. Тіркеліп қойыңыздар деген бола алмайды ғой өзі. Негізі енді мақсатың Ойланып оларға бір сен Ассалаумағалейкум баршаларыңызға, Мұсылман каналына қош келдіңіздер. Бүгінгі бізде қонақтан Нұржан ұстазымыз, постоянный гость деп айтамыз. Нұржан ұстазды енді көбісі таниды, таныстыруға мұқтаж емес деп ойлаймын. Жалпы біздің басты қазіргі уақытта хит болып жатқан тақырыптардың бірі ол лотерея. Қазіргі уақытта белгілі бір товарды сату арқылы көлікті, үйді, немесе бағанағындай айфонды, әртүрлі бағалы құнды заттарды ойнатады. Немесе енді конкретно не сататын туралы айта берейін, бірақ конкретно кім сататын айтпай ақ қойын, өйткені ол бір адам емес, бірнеше адамдар қазіргі уақытта Қазақстанда өте қатты хит болып жатыр. Негізі бұл жерде мақсат бір жаққа бір бүлік салу немесе біреудің айыбын ашу емес, бұны адамдарға жеткізу. Бұл нәрсе дұрыс па, дұрыс емес па, и не үшін дұрыс емес, не үшін дұрыс деген нәрсені жеткізгіміз келіп отыр. Осыны инстаграмда шығарған, бұл мен өз ойыны ойлап тапқан жоқпын, бұны маған инстаграмда оқырмандарым қойған. Осы нәрсені шығарыңызшы, өтініш, өткені мен барып көрдім, өз көзіммен көрдім, қазір көп әке-шешем барып соны алып жатыр деген сияқты. Жалпы мысалға келтіретін болсақ, қазіргі уақытта шай сатып жатыр, неше түрлі товарларды сатып жатыр, пылесос болсын, басқа болсын, және де курстар сатып жатыр. Осы 3 түрлі товарды мысал ретінде келтірейік. Енді біріншісінде шай мысалында келтіретін болсақ, белгілі бір шайды, оның бағасы 500 теңге немесе 1000 теңге тұруы мүмкін, себестоимости, бірақ оны бір определенный үстінен оценка қойып, ол товарды ойнату мақсатында, белгілі бір лотереяға ойнату мақсатында адамдарға сатады. Мысалға келтіретін болсақ, мына бір менен шайды аласың, и сол арқылы сен көлік немесе үй отысына қатыса аласың деген секілді сатады. Бірақ бұл жерде момент, не үшін бұл тақырыпты, неге бұл обычный нәрсе емес, вроде обычный маркетинговый ход, белгілі бір компанияның, белгілі бір брендтің көтеруге обычный ход деп айту мүмкін, бірақ бұл жерде ключевой нәрсе, олар брендті көтеру мақсатында емес, больше товар туралы көбірек айтпайды, больше сол лотерейге қарай адамдарға арманды сатады ғой, былайша айтқанда, түсінесіз ба? То есть мына үйді ұтып алғың келе ма, ойлашы деген сияқты, андай, или там мына көлікпен жүресің, ойлашы деген сияқты, или айфонды ұтып аласың, ұтып алсаң болады, осы шайды сатып алсаң ғана деген сияқты, как будто 100% адам сол ұтып алатын сияқты келтіріп, арманды сату арқылы шайын сатады ғой, ал шайға больше фокус қойылмайды да, мысалға. Вот осы нәрсе қаншалықты дұрыс? Если дұрыс болса, проблема жоқ. Дұрыс емес болса, қай жерінде дұрыс емес? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин, вассалату вассаламу аля сайидина Мухаммад ва аля алихи ва сахби ажмаин. Айдархан, негізі мынандай нәрсе бар сауда шариатта, сауда саттықта барда. Инхифат дейді, негізі анау хатту саман дейді, болмаса. Және рофу саман, зиядату саман дейді. Мысалы, мен саған нан сөткін сатып жатырмын ба? 500 мыңға, 500 мыңға саттым да, содан кейін тұрдым да, келістік екеуміз 500 мыңға. Содан мен келіп тұрдым да, мен продавецпін, 500 мың, мен тұрдым да, 400-ге ала берші дедім. Бола ма деген кезде болады дейді. Неге? Өйткені 100 как бы негізі ана 400 основной құн болып тағайындалады да, 100 как бы подарка болған сияқты болады да, товар. Жалпы сондай подаркалер бола ма деген кезде болады. Негізгі шариатта рұқсат етілген. Бірақ бұл келісілген болмау керек. Мен саған нан сатып жатқанда сен маған подарканы бересің деп айтса, шариатқа қайшы бұл? Шариатта фасид. Бонус ретінде берілсеші, мысалы, бір зат. Бонус ретінде беретін болса, сол мен саған келейік деп жатырық та қазір. Ол қазір сенің жауабында шығады, осыны есіме салма, ұмытқыздырма маған. Әңгіме былай. Енді бұл жерде қазіргі уақытта мынандай түрлер шығып кеткен ғой. Сен айтады, сен қазір нан сатып алсаң, сен лотереяға қатыса аласың, нан сатып алсаң, сен ойынға қатысасың, кейде
купонның билеттерімен ойнатады иә анау Иә, ана бұл товарды. жерде зат сатыбы бар, былай просто билет сататындар бар. Иә, Енді енді билет сататындар анық ол дұрыс емес. то есть купон емес, анау мысалы зат сатып алған кезде мына жерде бір штрих-код тұрады, сол Иә, жердегісімен не болады, ойнатады деген сияқты. Көшеде неше түрлі көп қазір ондай. Кока-колада не істейді ғой, крышкаларына қойып. Иә. Енді қараңыздар. Бұл негізі жаңағы айттым ғой, жалпы сыйлық берем десем мен өзімнің хақым. Енді ол лотереяны сыйлық ретінде қарастыру мақсатында болатын болса, жалпы рұқсат деуге бар, бірақ 3 шартпен дейді ғалымдарымыз. Біріншіден, мынау мысалы мына сотканы бар ғой, сен сатып жатсың ба, әлде шай ма сатып жатқаның? Жаңағы айтқан шай сатып жатсың ба, ол шайың сенің қалыпты бағамен болу керек дейді да, қалыпты. Рыночный баға. Рыночный бағамен дейді. Мисли дейді да. Өйткені рыночный бағамен болмайтын болса дейді да, әдеттегі, онда получается сен оның бағасын көбейттің из-за лотереи, потому что рынокта оның құны төменмен тұр да ол. Из-за лотереи көтеріп тұрсың дейді. Бұл даже анау бұл сатып жатқан тарапқа айтылатын әңгіме да. Өйткені сен қазір осыған мысалы бұл рыночный қазір қаншаға ол шайды қаншадан алып отыр? Примерно өзің айта сал. Примерно айтсам, 10 мың теңге шамасы деп. Жақсы, 10 мың. Енді рыночныйда қанша тұрады ол? Мен біраз іздендім осы мәселені. Енді 1000 теңге деп айтайыншы. 1000 теңге дейші. Демек Бір штугы. 9000 қосып тұр, Оны нақты айта алмаймыз. Вдруг енді мысалы рыночный ценада рыночный максимум жайды 2000 болсын. жарайды 2000 болсын, максимум 2000 болсын. 3000 болсын жарайды. 7000 қосып тұр ма? Енді айтып тұрмын, сол 7000 қосып тұр ғой. Мәселен ол сондай болу шарт емес, мен просто түсіндірейін деген болсам. 7000 қосып тұр ма? Енді рыночный ценада оча 3000 тұратын болса, 7000-ді нешін қосып тұр ол? Жаңағы саудагер. Егер лотерея үшін болатын болса, анау 7000 төлеген кезде негізі бар ғой. Ол 3000 теңгені шай үшін төлеп, үстіндегі 7000 теңгені бұл уже бір жаңағы лотерейдің несі болып ретінде қарастырылып тұр ғой, типа лотерея обмен ретінде ше. Бірақ оны бермейін деп тұр да. Ол жерде еще ойнап отырады әлі. Может ұтасың, может ұтпасын. Бұл хатара деп аталады да. Хатара дегеніміз бұл болуы да мүмкін, болмауы да мүмкін нәрсені сатып алу. Бұл құмар дейді. Қимар деп келеді. Азарт, азарт дейді. Бұл Тақир Усмани өзінің кітабында енді қазіргі уақыттағы белгілі бір ғалымдар келтіреді, және классикалық еңбектерде асыл шарттар жасалады осының. Сондықтан да біреу тұрып 10 мың дейтін болса, бірақ негізі елдің бәрінде 3000 теңгеден сатылып жатса, демек еще оның артына лотерейный билет десе, онда оның негізгі көтерудегі мақсат лотерея үшін болып тұр дейді да. Ол лотерейны сенен значит бұл сені сатып алып жатыр дейді да. Сатып жатқан нәрсені сен мүмкін болып қаласың деген идеямен беріп жатсың дейді. Бұл құмар дейді. Бұл болмайды дейді. Түсіндіңіз ба? Мен түсіндім. Мысалы Литвин деген Ресейде бір блогер бар. Ол кісі өзінің энергетиктерін шығарады, және чипсиларын шығарады да. И айтады, мен үй ойнатам, машина ойнатам, анан дейді да. Бірақ олардың бағасы Лит Энерджин обычно біздегі нарықта тұрған Горилла, Red Bull деген сияқты бағалармен орта бағада тұр бірдей. Бірақ ол квартира берем деп тұр. За счет того, что маркетингті көтеру үшін ше. Бұл жерде ситуация басқаша болып тұр ғой. Бірақ бұмен бітпейді әлі. Ол нарықтың бағасымен. Нарықтың бағасымен тұр. Бұл шарттардың бірі. Шарт бар бұл жерде. Бірінші шарт айтылды. Нарықтың бағасымен бірдей болу. Нарықтың бағасымен бірдей болу керек. Екінші шарт бұл тәруич дейді. Товарды өткізу мақсатында лотерея қолданбау дейді. Түсініп тұрсың ба? Бұл сәңкіне қай кез келе ма, келмей ма, бірақ бұл шарттардың бірі тоже. Мысалы, біреу шайын өткізе алмай жатады да, несін қолдана бастайды. Сіз алсаңыз лотереяға да қатыса аласыз, анау тарату мақсатында да. Саған лотереяны қосып береді. Бұл ғиш дейді, бұл алдау дейді. Алдау бұл харам. Алдау емес енді, бірақ андай сен негізгі мақсатың оларға бір ойын ұйымдастыру емес, негізгі мақсатың негізі товарды өткізу болып тұр дейді да. Бұл ғиш дейді, ғиш харам негізі. Екіншісі сол мақсатта болмау. Елдерге товарыңды тез. Ол негізі біраз адамға қиындық деп тұр бұл, Бұл негізі контрактыда ақыл қиып жатқан кезде шарт қоюға болмайды. Шарт қою дегеніміз ондай. Шарт қоятын болсаң, бұл фасид. Мысалы мен айтсам, кім Айдархан сотканы саған сатып жатырмын. Келістім саған сатып ал деймін да. Бірақ шартпен бір күн өзім қолданып тұрамын десем, бұл контрактны фасид бұзады дейді. То есть дұрыс емес қылады дейді. Енді бұл жерде как будто айтып тұр ғой, сен сатып алсаң,
лотереяға қатысасың. То есть қатыса аласың, егер сен сатып алсаң деген сен идея тұрады дейді. Бұл сол нәрсе болмау керек та, короче. Үшіншіден қиын болып кетті ма? Үшіншіден мынандай нәрсе дейді да. Сатып алған адам бар ғой, сатып алып жатса, анау лотерея үшін сатып алып жатпау керек дейді. Ниеті ондай болмау керек. Я просто шай үшін. Мысалы мен өткенде болды сондай. Не бірдесе алып жаттым да, керек сол зат үшін келіп тұрмын да, алдым да, сосын біресе добавок беріп отыр. Бұл не десем, сізге анау кім сатып алды соған сыйлық деген сияқты бар. Менің мақсатым ол емес та. Беріп жатса ала сал. Беріп жатсаң, алсаң проблема жоқ. Өйткені менің мақсатым анау добавка бонус емес, жаңағы сенің айтып жатқаның. Және лотереяға қатысу емес менің мақсатым. Және сенің ол шайды алып жатқан кездегі негізгі мақсатың шай үшін болу керек, сатып алсатқанда дейді. Анау неге қатысу емес дейді. Лотереяға. Лотереяға қатысу емес дейді. Егер сен лотереяға қатысу идеясына тұратын болсаң, онда сен ақшаны төлеп жатсың, который болуы да мүмкін, болмауы да мүмкін нәрсеге. Бұл хатара дейді, яғни болуы да мүмкін, болмауы да мүмкін нәрсе. Бұл азарт дейді. Құмар дейді. Құмар харам. Үшінші шарт. Осы үш шарт болатын болса, онда сыйлықта тұрған проблема жоқ, лотереяға қатысуға проблема жоқ дейді. Түсініп тұрсыз ба? Бірақ ол лотереяның өзінің бір шарттары бар, неше? Тағы да өзінің бір шарттары бар, ойналады, не дейді деген сияқты. Жарыс деген болады ғой, конкурс деген сияқты. Өзінің шарттары бар, ол жерде шартты сақтау керек. Бірақ жалпы конкурс дұрыс шариғи жолмен өткізіліп жатыр деген есептегеннің өзінде жаңағы мынандай нәрсені, үш нәрсені сақталу керек деп ғалымдарымыз айтады. Сіз бағана айттыңыз ғой, бұл нәрсе негізі сатып жатқан адамдарға айтылатын нәрсе деп айтып отырсыз ғой. Енді бұл выпускымыз как будто солардың айыбын ашып жатқан сияқты болып қалып. Жоқ, мына үшіншісі сатып жатқан адамдарға айтылған ғой, қарсай. Сен сатып алып жатқан кезде ниетің қолдану болсын да. Сол мен соны жеткізгім келіп тұр. Негізгі идеология осы, адамдар қойыңдар, короче, олай ала беріңдер. Бірақ аналарға да айтылу керек. Ол негізі ол заң шарттың екеуі соларға келген. Ол мысалы сатып жатқан мен оларға айтқым келеді, бірақ та ол уже андай банк сияқты ғой, мысалға, допустим, банк олар процентке ақша беріп жатқан, оны 100% дұрыс емес екенін өзі де біліп тұр, біз де біліп тұрмыз, бірақ сен барып айтпайсың ғой, сенікі дұрыс емес, сен харам беріп жатсың ғой деген сияқты. Олай айтады, мен өзім жұмысым ғой, өзім бара берші. Мен бұлар білмейтін шығар. Бұлар ана харам жасап жатқандар білмейтін шығар. Сен банкта мынандай представлять етіп тұрсың ғой, типа біліп тұр ғой деп. Мен бар білмейтін шығар. Сол айтылу. Біз просто ана уағызшылар сияқты кредит алуға болмайды деген мәселені айтып жатқан сияқты болып тұрмыз да. Иә, примерно сол ғой енді. Жалпы негізі мен өткенде біреулер тоже сұрап жатыр негізі. Бір товарларды сатып умра ойнатсақ деп жатыр да. Тура сол идея ғой. Жоқ, болмайды ол негізі. Қандай идеямен сатып жатсың деймін да. Товарлардың көбі өтуіне қарасаң, бұл ғиш, бұл алдау деймін. Шарт қою да контрактын фәсіз қылады деймін. Онда былай қылсақ ше деп, то есть товар өзінің бағасымен сатып, то есть мынандай товардың кішкене құнын көтеремін да, несін лотерея үшін ақша бөлек, товар үшін ақша бөлек болады дейді деген сияқты ше. Лотерея үшін бөлек төлегендей мен айтамын, жоқ, тоже. Өйткені сен ол рыночный ценадан көтермеуің мүмкін. Өйткені рыночный ценадан көтеретін болатын болсаң, примерно сенің жоғарғы рыночный ценадан жоғарғы көтергенің именно из-за лотерея мәселесі болып қарақсы болып тұр деймін да. Потому что сен лотереяны кіргізіп тұрсың. Егер мысалы сен лотереяны ойнатпайтын болсаң бар ғой, сенде шай болады ғой мысалы. Ол шай 2000 теңгеден сатып жатса, сен 10 000 теңгеге сату хақың бар ма? Бар болды, ешкім ешқандай демейді саған. Бізде мысалы ханафи мазхабында, әсіресе ханафи мазхабында ценаны базар өзі қояды дейді. То есть сен өзің компетентен, өзің қанша қоюға дейді. Проблема жоқ. Қанша процент маржа қойсаң. Бірақ бұл жерде именно неге рұқсат бермей жатыр, как бы рыночный ценадан жоғары? Потому что сен лотереяны қосып тұрсың да. Мотив тұрсың. Иә. То есть басқа бір себеп орын алып тұр да бұл жерде. Сату мақсатың товарды емес, конкретно лотерея ойнату. Соңында сияқты болып қалады да. Сол ғой. Көп адамдар алып жатыр. Бағана бір кісінің маған подписчигім жазды ғой, енді сол кісі айтып жатыр. Мен солардың офистарына бардым, көрдім, үлкен кісілер алып жатыр дейді да шайды. Мысалы, бір адамға қалыпты жағдайда 1 или 2 шай алуы мүмкін ғой, бірақ адамдар, допустим, 10 штугын ала салуы мүмкін, 10 упаковка. Не істейсің 10 упаковканы? Жай туысқандарға тарқатып бердім, одан кейін тағы 10 упаковка алдым мысалға. Ниет вообще басқа жақта жүр да. Нет, адам ниетіне байланысты енді. Кім сондай ниетпен алып жатса, ол покупатель тұрғысынан күнәһар болады.
Ал кім деген бағанағындай продавец ретінде жаңағындай ниеттер болатын болса, ол продавец ретінде күнәсін алады негізі. Бұл жерде қазір почти екі жақтан да проблема болып тұрған сияқты болып тұр ғой. Енді егер аналар саған сондай ұйымдастырып тұрса, мысалы продавец жағы ниеті лотерея, рыночный ценадан жоғары қойып тастаған болатын болса, бірақ сенің мақсатың ана шай болатын болса, именно онда ол проблема жоқ. Бірақ ол рыночный ценадан жоғары, рыночный ценада ол шай кішкене арзандау тұратын болатын болса, онда неге зачем ананы алып жатсың? Демек ананы алуда сенде бір себеп болып тұр да. Мынаны ала салады. Негізі мен бір нәрсе айтып өтейін, осы бойынша мен өзім іздендім да біраз. Негізі мен біраз адамдар білемін, сатып жатқан адамдарды да жақсы танимын. Бұл жерде ақиқатты айту керек болғаннан кейін айтып жатырмыз. Өзімізге ғана выгодный позицияда тұрып жатқан жоқпыз да. Негізі маған не выгодно бұл нәрсені айтқан тоже со стороны. Саған да болмайды. Маған ұнамайды ол нәрсені айтқан, бірақ мен айтып жатырмын, потому что запрос көп та, адамдар жазып жатыр да, осылай. И айту керек болғаннан кейін айтып жатырмын. И мен просто іздендім да, хорошо, олар қандай шай сатып жатыр? Тура сондай шайды мен басқа жақтан іздедім. Без красителей, без ничего деген сияқты. Сәл іздендім, сәл. Кішкене ана күш салдым. Сол шайларды енді 9 теңгеден таптым да, мысалға ше. Ол бір штугын таптым, енді наборын істеді ғой, бірақ жалпы айтып жатырмын. Сонда да. Сондықтан да, бірақ рыночный ценамен, мәселен, біреу қойса да, рыночный ценамен біреу шай қойса, сөйтіп ол лотерея ойнатам десе екен, қатысқан адамдарды мен участник қыламын, неде десе атамайды, жеңіс бар, 30-ға қатыстырамын деп. Ол одан кейін мақсаты 30 арқылы ана товарды өткізу болмайтын болса да, онда проблема жоқ. Бірақ осы екеуінің біреусінде бар ма негізі, онда проблема. Егер товарды тез өткізу болатын болса, хида және ғиш дейді, бұл алдау харам негізі. То есть енді сондай ұқсайды да алдауға. Ал неге болатын болса, жаңағында құмар болады. Мына жағынан келетін болсаң, типа жоқ, лотерея мақсатқа болатын болсаң, ценада, рыночный ценада жоғары қойып, онда уже құмарлыққа тартып жатсың да сен. Ал мысалға, допустим, бана бонустарың бар ғой. Сол бонустардан біз айттық қой, негізі бонустар болады деп ше. Бірақ мысалы мына телефонның несі саған чехол 500 мың тұрса да, 500 мың тұрса, телефон өзі 500 мың. Саған айтып тұр да, егер бұны сатып алсаң, саған бонус береміз деп, подарок береміз десе, сенің келу негізі ол подаркқа қол жеткізе алмайсың. Ты былайша айтып тұр ғой саған, подаркын аласың, егер келіссең мынаған деп тұр ғой. Бұл шартта, бұл шарт не дейтін болатын болса, шарттасатын болатын болса, онда бұл контрактны фасид қылады. Фасид дегеніміз недействительный контракт болады да, харам болады ол несі. Үкімі. Мысалы мен, допустим, мына телефонда сатып жатырмын, и бұл телефон жанында мен саған еще чехол қосып беремін, мені алыс келіп деп тұр, саған 500 мыңға сатып тұрмын дейді. 500 мың рыночный баға. Рыночный баға ғой. Енді тұрдында сен ол чехолды сен турасында естіп тұрсың ғой. Бірақ чехолды аласың, сен егер телефон сатып алсаң ғана. Сол ғой негізгі идея, дұрыс па? Былай чехолға қол жеткізе алмайсың да, и сен еще оның контрактының негізгі шарттарына шекаресіп тұрсың, дұрыс па? Ондай болатын болса, бұл как будто осындай ғой, мысалы, давай мен саған мынаны сатамын, бірақ сен маған ақша қарыз бересің. Болмаса сондай бір идея болады, мысалы, тағы да дополнительно ше, мысалы. Болмаса мен сізден сатып аламын, бірақ сіз маған ақша қарыз бересіз деген сияқты тағы да бір пайда көріп тұрсыз да, бұл сол контракттан. Сол ол негізі контрактны бізде фасид қылады. Фасид қылып, фасид контрактын жасау бізде харам негізі. Ал бірақ мысалы кейде сол сен егер мынаны сатып алсаң, қасында мынау наушник бола береміз деген сияқты бар ғой. Мысалы 500 мың, мынаусы 500 мың, бірақ контрактке подарок береміз сатып алсаң деп. Сен келдің да негізгі ойың не? Мынаны сатып ал. Наушникті вообще не ойлап тұрған жоқсың да. Онда саған нормальный бола береді. Наушникті кейін берсе де нормальный бола береді. Сатып жатқан адам проблема ма сонда? Сатып жатқан адам проблема. Контрактны фасид қылып тұр да. Негізі бірақ сен мысалы келдің да тұрып айттың ғой, мынаны маған бересаңыз деген сияқты, негізгі идея сатып алып тұрған жоқ та. Ал бұл қазіргі асыр ғалымдардың беріп жатқан фәтуасы ғой негізі, қазіргі ғалымдардың ше негізі осымен айналысып жатқан. Бірақ мынандай идея тұрады да, екеуінің бағасын саған, мысалы мынау 800-500 тұра ма, мынау 100 тұрады 600-ге сатып жатса, бірақ iPhone мұнда тағы да 600-ге тұр, тура сондай iPhone. Онда мына екеуінің құнына бір құн беретін болса, онда проблема жоқ. Өйткені бір құнда ол айтып тұр, менің товарым осы екеуі тұрады, осында тұрады деп жатыр саған.
Онда проблема жоқ. Бонус деп жатқан жоқ ол. Бонус деп жатқан жоқ. Бірақ егер мынаның бағасы 500 деп, бірақ 5-ке сатасаң мынаның үстінен беремін деп айтатын болса, бұл шарт контракт. Шарт қоюға болмайды негізі контрактіде. Шарт жасалынбайды контрактіде. Соның кейін барып кейбір шарттар бар енді ұрсаты, бірақ ол шарт болып есептелмейді былай. Енді сен қазір сатып алудағы мақсатың мынау емес. Мынау емес, просто құр не болмасаң, қазіргі уақытта любой үлкен супермаркеттерде бәрі жасап отыр ғой, короче, сен нан сатып алсаң, тебе бонус вот это. Не істейді олар? Егер ол мақсатты жаңа потребление болатын болса, сол үшін баратса, ол анау емес, бонусқа емес, меніңше. Онда мына бонусты беріп жатқан жағдайда не болса сені жарысқа қатыстырып жіберген жағдайда ештеңе етпейді да, ала берсе. Ұстаз, мындай болса, мысалы, допустим, ал егер айта салайын мысалда, ал егер сенің бара жатқаның бонус болатын болса, анауда именно бонус үшін баратын болса, онда проблема не? Ана акциялар жасайды ғой супермаркеттер мысалы. Акцияда есіп тұратын болса, мысалы, вот это вот стоило сейчас 7000 и сызылып тұрады да, сейчас акция 5000 десе, онда болады, өйткені ол цену изменил. Жоқ, акция именно сол бонусмен болып тұр. Бонусмен болмайды. Соған адамдар әдейі барса. Жоқ, ол болмайды. Андай береді екен деп. Жоқ, болмайды. Бірақ негізі болғанда 9000 деп тұрады да, бай сызылып тұрады да, сейчас именно эта неделя 7000 дейді осыған. Ол негізі ценасын өзгертіп жатыр, ода болады. Ал мынандай болса ұстаз, болса ғой? Не? Допустим, 2 товар тұр, бірдей. 2 стакан. Бірақ мына стакан екеуі де бағасы бірдей, 1000 теңгеден тұр. Витринада былай шыққан, елестетейік. Мына 1000 теңге тұрған жанында плюс стаканның жанына еще бір салфетка беріледі деп тұр. Мынаны саған дым бермейді, бірақ тоже 1000 теңге деп тұр. Мен бірақ аламын да, маған мынау выгодно ғой, в принципе, жанында еще салфетка қосып беріп тұр деп, мен нан таңдап алып кетсем қалай болады? Негізі 1000 теңге ненің стаканның бағасы да, ол ана салфетканың бағасы учиться етіп тұрған жоқ па? То есть салфетка мен стаканның бағасы 1000 деп тұр ма? Салфетка мен стаканның бағасы 1000 десе, оны ала берсең болады. Оның жанында подарок болып тұр, бонус болып тұр. Бонус дейтін болса, онда ол негізгі цена емес. Ол набор ретінде сатып тұрған жоқ, ол бонус ретінде сатып тұр. Негізгі цена емес онда. Онда ол бонус бесплатно кеп тұр деп тұр ғой, саған дұрыс па? Ананың ценасы ана отырғыдан болмайды дейді. Сен ниетің сол бонусты алам деген еще плюс алып болмайды. Өйткені ол как будто шарт қойып тұр ғой саған. Сен бонусқа қол жеткізесің, именно мынаны сатып алсаң ғана деп тұр да. Онда бонус алмаңыздар деп. Просто бонусты қазір неше түрде бар ғой, мына екеуін қоста, мына екеуін бір цена десең болады. Онда болады, негізі біраз проблеманы ашып жүрген сияқты. Бұны ойлаған жоқпын, ондай нәрсе айтасыз деп, бірақ шынымды айтсам. Енді сауда саттық солай да енді. Қазіргі бірақ негізгі Ханафи мазхабының негізгі фәтуа берілетін негізгі ойлары осы. Қазіргі уақытта жекелей бір муасыр, современный бір жекелей ғалымдар бар, которые қазір өзгертсек болады ғой, қазір заман басқа ғой деген сияқты. Негізгі алдыңғы ғалымдарымыздың фәтуаларын өзгерту, негізгі ана бір зәрулік не болмаса, басқа бір жағдай болмаса, онда ол өзгертуге қаланбайды да, кейінгі ғалымдармен болмаса да. Енді бір жағдайлар болмаса. Ол жағдайды ол жерде орын алып тұрған жоқ та, бір зәрулік деген сияқты. Кейде бір зәрулік жағдайдың өзі адамдар зәрулік деп ойлап қалады, бірақ зәрулік емес ол. Сондықтан да бұл ережелердің негізі бұрынғы классикалық еңбектерде жазылып тұруы, қазіргі ғалымдардың, муасыр жекелей бір ғалымдардың жоқ, заманға қарай өзгертейік деп айтуы ешқандай құқы бермейді негізі. Кейбір жігіттерді мен естідім осы салада жүрген. Енді қазіргі ғалымдардан сен ақылды емес шығарсың деп. Мен бұрынғылар сынап тұрмын. Қазіргі ғалымдар бұрынғылардан ақылды емес шығар деген идеяда тұрмын да мен негізі. Қазіргілер мысалы, ол мынандай сияқты мысалы, бұрында риба харам, қазіргі уақытта бүкіл әлемде бүкіл қарым-қатынастардың бәрі рибаға негізделген, по-любому кішкене процент төлейсің сен үстінен. Қазір сен оны алмайтын болсаң, қазір кредиттік система әлем бойынша сен алмайтын болсаң, сен қазір дамымайсың деген сияқты идеяларды алдыға тартып, негізі сондықтан даму үшін алуымыз керек деп айтатын болсақ, кім айтты даму үшін бұл саған рұқсат беретін жағдай ол рибаны қолдануға. Баяғыда бұл рибаны тура осы идеямен қолдауға мотивация болмады ма? Болды ғой, мотив та болды, мотивация және фактор да болды. Не, любой заманда адам дамысы келеді. Риба көмектесетін болатын болса, даму саған сол рұқсатты беретін болса, харам қылған Алланың халал қылуға, онда бұрында істеу керек еді ғалымдар. Ғалымдар оны істемеді. Значит, қазірде болмайды да ол негізі. Ол бір, екіншіден мынандай нәрсе ғой, зәрулік жағдайда болады. Мысалы, сен анаң операция жасайын деп жатырсың, өзіңе операция жасайын деп жатырсың, болмаса денсаулығың қазір операция жасамаса болмайды, құрып барады, уақыт кетіп баратыр.
ақша жоқ, анадан қарыздан мынадан көрдің барлық вариант көрдің, кеме жоқ қой вообще. Осы кезде харам кредит деген сияқты алсаң болады дейміз. Өйткені бұл зәрури жағдай дейміз. Қалғанның бәрі зәрури жағдай емес. Өзінің комфорты үшін кредит алған жоқ, болмайды. проблема. Болмайды. Сіз рассрочка мәселесі қалай болады? Мысалы, мен бір телефонда 1 миллион теңге тұрады, қазір iPhone 17, допустим. 1 миллион теңгеге мен рассрочка аламын. Қызыма сыйлауға, болмаса өзіме жұмысқа деген сияқты. 1 миллион теңге бірден беру маған әрине менде бар болуы мүмкін ақша, бірақ маған тиімсіз. Қазіргі халықтың жағдайы, енді 1 миллион теңге бірден бөліп беруі мүмкін болмай жатады да. Сол себептен олар бөліп төлеу деген жеңілдікті қолданып, бөліп төлеумен алып жатады. Кез келген қазір Каспи Райд шықты, товарды да бәрін де ала берсе болады. Ол қалай болады? Бола ма? Контрактісте қарау керек. Мен ол нелерді білмеймін, қандай екенін өкімдер. Бірақ контракт жалпы қағиданы айтайын, бір неге определенный ұйымға өкім берместен қағиданы айтайын. Егер саған уақытқа қайдан байланысты сумма азайып көбеюді қоятын болса, онда болмайды. Мысалы қара, сен егер төлеуін кешіктірсең бір айға, онда саған пәленше қосылады деп айтсаң, бұл негізгі құнды өзгерту. Негізгі құн сен басында келістің ғой, содан өзгермеу керек негізі. Ол қанша уақыт өтіп кетсе де ма? Қанша уақыт өтіп кетсе де. Енді басқа да оның нелері бар, атымен жасалынатын. Қазиға барасында ол төлемей жатыр дейсің. Ол шынымен де банкрот шығар, қарастырылатын мәселесі, яғни шынымен де банкрот шығар, шынымен де жоқ шығар, белгілі бір нелер жасалынады, аресттер жасалынады, арест имущество деген сияқты. Сондай нәрсе жасастырып, ол қайтарылу керек та. Бірақ егер ондай болмайтын болатын болса, сен барып кешіктіріп төлеп жатқан үшін осында беруің керексің деп айта алмайсың. Бұл негізі ауа үшін ақша алу ғой. Ауаға ақша алу. Бұл сен ештеңе үшін ақша алып жатқан жоқсың. Сондықтан бұл харам деп аталады. Бізде негізі мұқабилел уақыт, зиядату мұқабилел уақыт дейді. Анау негізгі ценадан келіскен үстіне қосу уақытқа қарамақ уақытқа үшін дейді. Бұл харам, не риба ғой. Егер де қарыз алып сыйлық ретінде берсең, 1 миллион теңге қарыз алдың, бірақ сіз үстінен сұрамайсыз менен, мен де сұрамаймын. Онда просто сен қосып бересіз ма? Онда болады. Бірақ бұл жерде мынандай идея тұру керек. Сен менен қарыз, мен негізі елдің бәріне белгілі болатын болсам, то что мен біреуден қарыз алсам, үстіне қосып беремін обязательно деп. Сен сол идеямен маған беріп жатсаң қарызға, береді ғой по-любому. Бірақ мен ниеттенбеймін деп. Негізі бұл жүріп кетеді. Ниет мәселесінде ше. Бір үй болып кету қалыптығы бар бұның. Енді сол рассрочкада негізі сен қазір мысалы 5.000 теңге дедің ба? 500.000 теңге дедің ба? Соны кейін ай сайын төлеп отырғанда кешіксең ше? 550.000 болды. Түсіндің ба? Ол 50.000 қаяқтан қосылды. Ол не ақша ол? Кешіктірілген жаза ретінде. Ол ауа ретінде. Ауа ретінде дейді. Сондықтан Ханафи мазхабының негізгі фатуа муфтабихи негізгі көзқарасы бойынша бұл контракт фасид болады дейді. Бұл контракт тоже хараммен айналысу дейді. Значит, получается, рассрочка харам болып тұр ғой. Негізі рассрочка харам. Бұл жерде мынандай нәрсе ғой. Бұл негізі шарт қой. Бұл шарт айтып тұр. Кешіксең тоже шарт. Бағана шарт. Кешіксең шарт қойып болмайды деген контрактыда. Кешіксең осынша төлейсің деген шарт қойып тұр да. Бұл шарт қойылмайды. Енді шарттардың негізі несі болады да? Мысалы, шарт болады, который неге екі тараптың біреусіне пайда беретін. Шарт болады, который екі тарапқа да бермейді, мына заттың өзіне пайда береді да. Мысалы, мен саған айтсам, кешіксең, сен маған ай сайын төлейсің десем, кімге пайда болайын деп тұр? Сізге. Майда шарт қойып тұр, маған пайда болайын деп тұр да бұл. Сонан кейін тұрып, қазір мынандай товарлар да бар, егер сен мысалы негізі 500.000 мынаны таба алса, бірақ ерте төлесең, саған 400.000 болады деген шарт қояды. Сразу төлесең? Сразу төлесең, бұл да негізі, былай сразу төлесең, әлі сатпай сразу төлесең 400.000, бірақ рассрочка алатсың 500.000 деп просто саған мен ұсындым, мысалы сразу алатын болсаң 400.000, бірақ рассрочка алатын 500.000 дедім ғой. Сен тұрдың да болды, онда мен 400.000 таңдаймын десең, шешсек, онда болатын болса сол контракт бола береді. Бұл жерде проблема жоқ. Бұл жерден проблема мынада, мен айтсам, сразу алатын болсаң 400.000, рассрочкамен беретін болсаң 500.000 дедім да, айттым осы. Соның кейін сен ештеңені екеуміз определять етпестен, болды деп алып кете бердің да, біз 400.000 тағайындаған жоқпыз, не 500.000 теңгеден тағайындаймыз. Екеуін берем ғой деген идеямен кетсең, бұл негізі дұрыс емес контракт. Келісім болу керек. Бұл конкретно келісім шешіліп кету керек. Енді мысалы, мен саған 500.000-ға сатып, сен айтсам, сен егер
тез төлесең, онда мен саған 400-ге түсіріп беремін десем, бағасы 400 төлесең болады десем, бұл жерде шарт саған пайда болады, екі тараптың біреуіне пайда болады. Енді тағы да бір пайда болады дедім, который товардың өзіне. Мысалы, мен айтам саған, мен саған бір нені қоян сатып атам да, 200 мыңға бір айтам, Айдархан қоян сатам, шарт, бірақ сен бұны босатып жібересің деймін. Оны қоянға пайда да бұл. Енді осы жерде айтады, енді шарттың демек екі түрі бар ғой, екі тараптың біреусіне пайда болатын, не болмаса товардың өзіне пайда болатын. Екі тарапқа пайда болатын шарттың қоятын болсаң, онда сенің контрактың фасид, жарамсыз болады. То есть харам контракт болады. Бұл дұрыс емес. Дұрыс емес. Ал егер ана товарға берілетін товардың өзіне болатын пайда бар ғой, сол шарт қоятын болсаң, ол контрактты бұзып жібермейді, бірақ ол шарт просто істемей қояды болды. Айтсаң, келіссең де просто істемейді ол болды. То есть мен айттым, мысалы, қоян сатамын да, мына қоян сатам, бірақ босатасың дедім. Сен тұрдың да, все болды дедім. сатып алдым. Сатып алдым, босату шарт емес саған. Бұл жұмыс істемейді шарт. Сондықтан да сондай моменттер бар да, бұл негізі амалат деген өте тонкий дүние да негізі. Соны ескі классикалық кітаптармен қарайтын болсаң, негізгі ережелер қойып тұр негізі. Қазіргі сол мәселеттегі болып жатқан, бүгінгі таңда шығып жатқан жаңа экономикалық новый операцияларды негізге классикалық еңбектердегі призмамен, ережемен қарастыру керек та. Жаңа суреттер болатын болса, сол жаңа суреттерді негізге ескі қағидалармен қарап шығу керек. Оның үстіне ол жерде усул фиқ деген нәрсе бар, енді көп нәрсе бар бұл жерде қарастыратын да. Сіз бағана айттыңыз ғой, мысалға бір белгілі бір товарды мұқтаж болған кезде ол нәрсені алуға болады дедіңіз, то есть кредитқа болсын, зәрулік болған кезде. Енді сол зәрулік пен қажеттілікті екеуін айырасыз ба? Зәрулік дейміз, көп жағдайда ғалымдар айтады, мақсатул шариғат деген нәрсе бар, шариғат мақсаттары деген бар. Шариғат мысалы қандай мақсатта келді? Адамның жанын сақтау, адамның мал мүлкін сақтау, адамның арын сақтау, адамның дінін сақтау, адамның ақылын сақтау дейді. Сондықтан да мысалы айтады, адамның ақылын сақтау үшін мысалы арақ ішу харам болды деп айттық. Нашақор харам, шариғат сол үшін келген. Адамның мал мүлкін сақтау деген ұрлық харам қылды, бандитизм алу харам қылды. Адамның арын сақтау деген сен бар біреуге жала жабатын болсаң, саған жаза жүргізіледі деген нәрселер ислам айтты. Харамды. Иә, адамның дінін сақтау дегеніміз ла икруха фи-дин, дінде зорлық жоқ деді, сондай нәрселерді. Адамның жанын сақтау, сен біреуді барып өлтіретін болсаң, саған жаза беріледі, харам өлтіру деді. Осы шариғаттың келудегі мақсаты осы дейді. Адамды қорқып тастау ғой, былайша айтқанда, иә. Енді осы бесеуінің біреусіне қауіп төніп жатса дейді да, онда бұл негізі зәрулік деп неге беруге болады дейді, түсінік беруге болады дейді. Бірақ кейбір ғалымдарымыз бұл 5 шариғат мақсатын зәрулік деген тема тек қана адамның денсаулығына қатысты және денсаулығына қатысты шектеген ғалымдарымыз бар. Мысалы айтады, сен харам ақшаны алуға болады, қашан? Егер сен денсаулығыңа бір нәрсе болып жатса дейді да. Кейбір ғалымдар айтады, жоқ, 5 мақсаттың любойына қауіп төніп тұрса дейді, соны алуға. Мысалы, дінге қауіп төніп тұрса, кредит алуға болады дейді. Мал мүлкіңе қауіп төніп тұрса, жаңа кредит алып нетейін деп жатсыз ба, сақтайын деп жатсыз ба? Бұл анау банкротқа болып қалу ықтималдығынан емес сақтану. Бұл мал мүлкі дегеніміз мысалы біреуге бандиттер үйіңді тартып алу мәселесі тұрады ғой. Сол тұрғыдан сақтап кредит алып қашу деген сияқты бір мәселе тұрады ғой, сондай идея. Қайсысын ұстанамыз енді? Осы кезде негізі енді денсаулық қазіргі уақытта көп адамдарда біздің заманымызда негізі денсаулыққа шектесе болады шығар негізі. Өйткені қазіргіде банктермен болып жатқан муамалаттардың бәрі, процестердің бәріне жаңағы бір дінді нету, қауіптен, анау қауіптен деген сияқты нәрселер жоқ. Негізі көп жағдайда денсаулық мәселесімен барып харам алуға рұқсат беруге жағдайлар болады. Бізде мысалы шошқаның еті болмайды дейді ғой. Иә, шошқаның еті болмайды, бірақ қашан болады ол? Егер денсаулығыңа зиян тиіп тұрса дейді. Сондай мақсаттарда танау. Бірақ жаңағыдай харам заттар, шошқа харам болған сияқты, рибада харам ғой. Енді оны қашан болады дегенде зәрулік жағдай туындаған кезде дейді. Мысалы, дәл осы жерден тағы бір встречный сұрақ. Мысалы, шошқа мәселесінде, допустим, мен қатты ауырып қалдым, ішім қатты ауырып жатыр, и сол жерде мысалы мезим ішкім келді. Мезим ішінде қателеспесем, шошқаның бір нәрсесі бар. Аналық бар ма, басқа? Бар. Бұл аналық ішесіз. Бірақ сол мезим ғана бар менде. Аналық жоқ болатын болса, мезим ғана болатын болса, қатты ауырып тұрса мезим іше бер. Бірақ аптекаға барып келсем болады, бірақ оған 15 минут уақыт кетеді. Енді шыдайсың ба, шыдамайсың ба? Шыдамайтын болатын болсаң мезим іш. Ол арада былайша айтқанда өлім мен ненің арасы. Иә, ішесіз.
То есть зарулік деген ол прям крайы ғой получается. Иә. Бірақ енді мен саған айтайын, негізі ода да көп вопрос бар. Негізі шошқаның еті деген кезде ол жерде қаншалықты шошқаның еті жүреді ол жерде. Шошқаның ингредиент. Негізі шошқанікі ме точно? Негізі мысалға шошқаның өзінің еті ішінде кусок болып жүрмейді ғой, әрине. Оның бір мысалға көп кәмпиттерде оны қолданады, тамақтарда колбасаларды көп қолданады. Мысалы шошқаның майын қолданады. Сол майын қосу арқылы ол жарамдылықты ұзаққа жеткізетін нәрселер бар. Ол майын бір Ыдыратып жібереді ғой ол. жоқ, бір майын химиялық процесстермен бір десе жоқ қылып сөйтіп жібере ма негізі? Иә. Онда бұл бізде негізі бар тахауул деген үкім бар да, истихала деп аталады. Истихалатул шай юади иля истихала тағайрул хукм дейді да. То есть бір нәрсенің затының өзгеруі оның үкімінің өзгеруіне алып келеді дейді. Мысалы сен шошқаның денесі бар ғой, соны лақтырып қойсаң да, соны жағаға бір оны көлдің жағасына жатып қойсаң, анау жатып тұз шыға бастайды, білесің ба? Тұз шыға бастайды өлген денеден. Иә. Соның тұзын алып жесең халал ма, харам ба? Ол болады халал негізі. Өйткені ол шошқа емес, ол тұз да ол. Шошқаның терісінен киім жасаса, мысалы, оны киюге бола ма? Жоқ, ол шошқаның негізі заты тұр да ол жерде. Бұл жерде тұз да. Жоқ, химиялық нелерге ұқсайды ғой тоже. Жоқ, ол тұр да ол. Оның заты денесі тұр да, анау тұз да ол. Ол басқа нәрсе вообще. Заты өзгерген да оның. Ананың заты өзгермеген, зат сипаты өзгерген да оның. Мысалға мына жерде допустим тамақты виномен дайындайды. Шашликтарды основном мариновка жасаған кезде виномен жасайды да, бірақ ол барбекюға маринадты салып, потом оны бүйтіп күйдірген кезде ол именно алкоголі былайша айтқанда ыдырап шығып кетеді. Ол нәрсені жеуге болады ма? Жоқ, мен саған айтайын. Мынандай нәрсе болады да. Хорошо. Мынандай моменттер болады да. Сен мәселен мысалы арақ дейікші. Арақ біз айтамыз харам дейміз, харам қай тұрғыдан? Ішсең да. Ішу тұрғысынан харам болады, сұрақ неде болды? Винода болды ма? Иә, вино мысалы маринадта қолданады, бірақ ол ыдырап жоқ болып кетеді алкоголь. Мысалы, нені айтамын, мысалы қымыз бар бізде, кәдімгі қымыз. Анау емес, боза емес. Балқымыз емес. Жоқ, анау кәдімгі қымыз бар ғой. Иә. Қымыз ішкен кезде қандай эффект береді саған? Кішкене жеңілдету. Босай ма? Буындарың босайды? Ақылың кете ма? Жоқ. Ақыл кетпейді. Бірақ денең болады. Кейде тұра алмай қаласың даже. Бірақ ақылың орнында тұрады да. Енді біз айтамыз, мынандай ереже бар. Не кішкентайы, не қайсының көп мөлшері мас қылатын болса, кішкентайы да харам дейміз. Қайсы көп мөлшерде мас қылатын болса, кішкентайы да харам. Қайсы көп мөлшерде мас қылмайтын болса, кішкентайы да харам емес дейміз. Кішкентай да харам емес, үлкенде енді харам емес. Вино мас қылады. Иә, вино көп мөлшердегі мас қылады, түсініп тұрсың ба? Оны сондықтан да мен кішкентай ғана, мен мысалы бір адам келіп айтса, так мен кішкене кіші берейін, бұл мас қылмайды ғой. Мас емес. Мас қылмайды ғой ол. Деп жатырмыз, біз айтамыз, жоқ харам дейміз. Мас болсаң да болмасаң да. Неге? Өйткені ненің көп мөлшері мас қылатын болса, оның кішкентай мөлшерді ішуге харам дейміз. Мас болсаң да болмасаң да дейміз. Ал енді шашликта ше ол маринадта ол өзінің формасын жоғалтады. Енді бұл жерде формасын жоғалмауына қарау керек. Енді мысалы мен айтайын, сен егер ана нені құйдың ғой, сөйтіп отқа қойып, нетіп, маринадтың несі кететін болатын болса, жоғалмайтын болатын болса, онда оның ешқандай проблемасы жоқ. Даже негізі былайша айтқанда заты өзгеріп пісіп, ананың ешқандай идеясы қалмайтын болатын болса, онда негізде ешқандай проблема жоқ. Бірақ бұл жерде мен ескерткім келіп отыр, заттың өзгеруін мамандарына бару керек. Өзіне анау микроскоппен қарап тұрып, анау нелерде бар ғой, ой құдай, не деп атады деді, анализ жасайтын нелер бар ғой. Иә. Неде лаборатория бар. Лабораторияда специально саған оның заты өзгеріп, өзгермеге қатысты күн беріледі. Я оны мен білмеймін. Сондықтан да егер заты өзгеріп, оның несі қалмайтын болатын болса, сол кейіпте, онда негізі үкімі де өзгереді. Бірақ енді виноға қатысты келетін болсақ, вино негізі нәжіс. Соны айтайын деп тұрмын. Идея болады да. Мына арақ мысалы оған қатысты ихтилаф бар, нәжіс па, нәжіс емес пе деп. Спирт бар ғой. Спирт қай тұрғыдан нәжіс болуы мүмкін? Изотопы мас қылады, жоқ мас қылатын оны нәжіс қылмайды да. Оның мас қылатын харам қылады оны ішуге. Бірақ оны нәжіс қылмайды. Мысалы нашақор бар ғой, анаша. Анаша сенің қалтаңда тұрса 2 пакет. Намаз оқысаң сен айтасың ба, қалтамда нәжіс тұрды, сондықтан мен намазым қабыл емес деп. Ол таза ғой. Бірақ оны не харам ба? Харам. Тура сол сияқты да. Арақ негізге
идеяда бұл не болады да, бұл усулистердің айтуында. Енді бірақ нәжіс емес. Бірақ нәжіс емес. Бірақ фақихтар бар айтатын, который нәжіс деп. Мысалы анау наркоз бар ғой. Наркоз мысалы ампула тұратын болса қолында сен ше. Болмаса наркоздың сенің ақылын жоғалтады ғой. Иә? Ол тұрғыдан ол харам да. Бірақ былай тұрғысынан келген кезде оны харам деп айту қаншалықты дұрыс деген сияқты әңгіме. Нәжіс деп айту сыртқа. Түсініп тұрсың? Сондықтан Ханафи мазхабының усулы ғалымдары айтады, бұл тұрғыдан ол харам болады да, бірақ нәжіс болады дейді. Ал наркоз харам ба не? Жоқ, енді наркоз харам болғанда ақылды жоғалтады ғой. Наркоз харам емес. Жоқ, харам емес. Наркоз керек, дарура ғой. Бинчи дейді анау. Операция жасау үшін керек нәрсе. Бірақ ол ақылды жоғалтатын нәрсе ғой по-любому. Иә. Ақылды жоғалт. Просто так ешқандай мақсатсыз болмайды. Иә, енді ол мақсатсыз болмап, сен қалтаңда алмаса наркоз емес жарайды енді. Басқа бір нәрсе. Спирт алайын да. Спирт сенде қалтасында бір ампула жүретін болса, сен нәжіс тасыған адам болып есептенесің ба, есептелмейсің ба? Егер үстіңе төгіліп кетсе. Сол нәжіс тасыған болып есептенесің ба, есептелмейсің ба? Төгілсе де мысалы, сен нәжіс бола ма, болмай ма деген негізгі идея. Негізгі усулистердің, усулы ғалымдардың айтатыны. Бұл жерде оның харам үкімі бар да, бірақ оның хамырдың заты жоқ. Хамыр бізде нәжіс. Хамыр дегеніміз бізде бір-ақ нәрседен жасалынатын нәрсе, бұл жүзімнен жасалған нәрсені айтады. Сондықтан да Ханафи мазхабының усулис ғалымдарына айтады, негізі хамыр нәжіс болып есептелінеді да, және оның ішу де харам, мас қылатын болса деді. Ал енді сен хамырдың үкімін тұрдың да арақ алып келіп жатсың ғой. Арақ мас қылатын себептен хамырдың үкімін алып тұр, хамырдың затын алып тұрған жоқ. Хамырдың үкімі дегеніміз, хамырдың үкімі не? Харам. Харамдықты алып тұр. Бірақ ол хамыр болды ма ол? Жоқ. Ол хамыр емес, ол нәжіс емес дейді. Ол тек қана үкімін алады ол дейді. Түсіндің? Бірақ жекелей фақих ғалымдар бар, фақих анау усул емес, фақих ғалымдарымыз бар, который кейбір фақих ғалымдарымыз айтқан, бұл негізі мас қылатын харам болады деген сияқты идеяны айтқан. Бірақ негізі усул тұрғысынан ол харам болмау керек. Сондай идея. Нәжіс болмау керек дейді. Нәжіс болмау керек, нәжіс болмау. Онда получается виноны тамаққа қоссақ. Жоқ, оны шығарма үкімді. Мен айтып жатырмын, заты өзгеретініне сенімді болсаң деп жатырмын. Жоқ, нәжіс тұрғысынан айтып жатырмын. Нәжіс қой 100%. Я нәжіс, бірақ ол бағанағы идеямен кішкентай, не үлкені де харам, кішкентай да харам болады сен оған тамақтануға. Түсініп тұрсың ба? Сол тұрғыдан ол харам болып тұруы мүмкін. Ол қашан саған халал болады виноны қосқан? Егер оның заты өзгеріп вино болмай қалса. А ол вино болмай қалып, сен оны барып бабырдырды білесің. Тексеру керек. Иә. Ал жаңағы идеямен нәжіс емес деген идеямен сен оны қабылдай алмайсың да, өйткені ол вино нәжіс қой негізі, дұрыс қой. Вино нәжіс, бірақ мысалы спирт та, сен мысалы спирттің таза екен деп қабылдамайсың да. Түсініп тұрсың ба? Ол мас қылады. А спиртті үлкен мөлшер мас қыла ма, кішкентайда харам болып тұрады саған. Ол харам. Мен айтқым келіп тұрғаны. Бұл жерде нәжіс емес, сыртқа қолдануға да. Оның ішке бәрібір де ол үкімді алмайды. Нәжіс деп виноны айтып тұрмыз ғой, дұрыс қой, иә? Енді сол кейіпте винодан дегенде жүзімнен жасалған мас қылатын не ғой? Шарап қой. Шарап, иә. Сол шарапты етке қосса, ол нәжісті етке қосқанмен тең болып тұр ғой. Нәжісті етке қосқанмен тең болып қалады примерно. Егер қазіргі виноларда негізі таза неден жасап, жүзімнен, өйткені қазіргі винолар бар ғой, негізі химический процесспен жасап шығатын ше, оны меңзеп тұрған жоқпыз. Қазіргі вино, который ескі ғалымдарымыздың айтқан несіне сай, қағидасына сай, бұл жүзімнен мас қылатын шараптың шығуы. Сол болатын болса, онда бұл хамыр, нәжіс болады. Таза нәжіс болады. Понял. Түсіндіңіз? Виноға кетіп қалдық па, лотереядан бастап. Негізінде сол рассрочка мәселесін айттық. Мынау курс мәселесін айтайын дегем. Тоже лотереяға қайттан оралып отқан ғой. Енді бір сұрақ, соңғы сұрақ негізінде одан деп аяқтап өсек болады. Алдында енді бізде біраз кісілер шықты. Мысалға мына бір курсты сатып алсаң, сен мынау машина ойынына қатыса аласың деген сияқты ше. Ал курстың бағасы 25 000 теңге. Енді ключевой. Біз бағана айттық қой, нарықтағы бағамен келу керек деген сияқты ше. Мысалы шай 1000 теңгеден бар, ана жерде 11 000 теңге, 10 000 теңгеден сатып жатыр деген сияқты ше. Ал мына жерде курс мәселесінде ол жерде нарықта даже 200 000 300 000 теңгелік курстар да бар, бірақ олар 25 000 20 000 теңгелік курстарды сатып жатыр да. Бірақ 25 000 теңгеліктің ішінде там неше түрлі салалар
біраз нәрселерді салып тастаған ол кісілер, короче. Байша айтқанда негізі 25 мың теңге адам алып оқып білім алса, негізі ол ақтайды негізі, оқитын ниет сол болатын болса. Бірақ олардың основной негізгі продвижениесі ол курсты емес, ол курстың маманы сатып атқан жоқ оны. Ол просто алып өзінің аудиториясын қолданып, сол машиналарға қызықтырып, арманды опять сатуға мақсатында сол лотерейны ойнатып жатыр. Курсы сату мақсатында ма? Курс сату мақсатында. Біз бағана айттық қой, шарттардың екінші шарты, егер сен лотерея бірсе ойнататын болсаң, сатып атқан адамда ана ғиш дейді, сенің ойында лотерея жүргізу деген мақсатың өзіңнің товарыңды өткізу болмасын деген сияқты. Өткізу болса проблема. Бұл уже сөйткен сенде ғиш. Бұл да шарттың бірі ғой, типа. Қатысасың ба, лотерея қалғың келе ма, онда мына сатып ал деген сияқты. Сен точно подписчик жинау деген сияқты әңгімелер ғой бәрі. Ал егерде мынандай болсашы, егерде ештеңе сатылмайсың. Ой алла, я. Кетіп қалдыр ма? Жоқ, просто анау шығып отыр ма, ар жағынан сұрақ, ар жағынан сұрақ. Айттым ғой бағана, сіз айтсыз, жеткіземіз дедім ғой. Айта бер. Жалпы егерде мысалы мен бір үйді алып ойнататын боламын. Үйдің бұл ойынға қатысу үшін сен маған тіркелу керексің деймін. Бірақ ешқандай ақша төлемейсің деймін. Просто тіркел, тіркелгендердің арасынан сол үйді ойнатып жіберемін бесплатно. Просто так. Анықтау ретінде. Бұл сенің ниетіңе байланысты. Мысалы, мен ниетім бір адамға. Бұл жерде енді мынандай, бұл жарыс қой, бұл конкретно жарыс мәселесі ше. Енді сен қазір жарыс ұйымдастырып жатсаң, негізі бұл жерде құмарлық идеясы не болмаса бір ғиш алдау идеясы тұрмау керек та. Алдау деген қалай болсын? Алдау дегеніміз сен адамдарға ұйымдастырамын деп жатсың да, бірақ негізі олардан сен подписчик жинап жатсың да оларды. Енді подписчик жинау мақсатында да болуы мүмкін ғой ол нәрсе, мысалы. Просто так тегіннен тегін үйді ойнатып жүру и подписчик жинау бір жағынан плюс. Енді сен енді оларға сен негізгі мақсатың оларға үй ойнату ма, подписчик жинау ма? Екеуі де болса ше. Вот сол, онда сен негізгі олар адамдарға не деп айтып жатсың сен? Үй ойнатамын деп жатсың, жазыл деп жатсың. Бірақ негізгі мақсатың сенің подписчик жинау. Мен айтып отырмын ғой, маған подписаться ет, сосын мен саған үйді беремін деп отырмын. Үйді ұтып алу мүмкін бар. Если ұта алмай қалсаң, отписаться ете саласың деген сияқты. Проблема жоқ қой. Не пайда одан саған? Просто егерде адамдар маған подписаться ететін болса, мен влогымда жақсы нәрселерді айту арқылы. Подписка демек пайда ғой. Подписка болып тұр ғой. Енді сен алдап тұрсың ғой. Ол жерде подписка болмай да қалуы мүмкін ғой. Мен рисковать етіп. Рисковать ете бер, бірақ сен алдап тұрсың ғой. Рисковать ете бер. Ол жерде саттың, сатпадың разница жоқ дейсіз ғой. Жоқ. Мен саған айтайын. Мысалы, сен жарыс ұйымдастырып жатсаң, адамдардың өздерінен взnosты жинап алып, соған приз сатып алуға болмайды. Ол харам. Бұл құмар. Өйткені мен 2000, сен 2000, сен 2000 бердің ба, сен ұтсаң, мен ұтылдым саған деген сөз. Ол бұл жерде құмарлық. Біреу жеңіліп, біреу пайда алып, біреу минусқа түседі деген бұл құмарлық. Мына жерде ешкім ақша төлемейді. Сен енді үшінші тараптан біреу үй қойса, анау ақша сұрап жатқан жоқсың үшінші тараптан. Негізі жарыс дұрыс болу керек. Бірақ, мысалы мен айтсам, жетіре келе ойнаймыз. Біреу тігіпті, кім мына атпен жарысып озады, сол мына приз алады. Ол мен ана атқа жарысқа қатысушылар бермеген ол ақшаны да, онdan да приз сатып алатын да ше. Осы кезде жарыс дұрыс болады. Ұтса, кім ұтса, сол үйді алып кете береді. Басқалар ұтылмады, өйткені ештеңе ақша қоспады деген сияқты ғой. Сол сияқты ғой. Бұл жерде бірақ сенің тарапынан проблема болады. Сенің тарапынан не болады бұл жерде? Ниет мәселесі ме? Сенің тарапынан пайда. Ғиш қой бұл бағана мысалы. Лотерея келіңдер, ойнаймыз деп, бірақ негізі товарын өткізіп жатыр. Тура сен сол идеяны жасап жатсың. Кел, лотерея жүргіземіз, бірақ подписка жинап жатсың да сен. Бұл ғиш дейді. Ғиш не болса қида, бұл негізі харам. Ниетіңе байланысты да енді. Бізде мысалы атак ал жігітке айтсаң, кіре бер, если что, подписаться ете аласың, ұтпасаң деген сияқты идеямен кіргізесің ғой. Ол нормально, ол тұрда кіре береді, иә. Бірақ сен тұрасың да, сен дұрыс емес жасап жатсың да, өйткені сен алдап жатсың. Ана адам проблема жоқ ода. Өйткені ол ешқандай не жасап тұрған жоқ та ол. Ақша төлеп тұрған. Иә, ақша да. Бірақ бұл жерде мынандай шарт болып тұр ғой, сен примерно подписаться етсең, сен қатысасың деген сияқты ше. То есть по-любому подписка бір шарттың рөлін ойнап тұр бұл жерде. Егерде мен бір адамдарға ниетім просто квартираны беру болып тұр, бірақ оны беру үшін мен жүргізесің. Определять ету керекпін олар. Я, ол үшін сәл нету керек қой, онда болады. Ол үшін олар подписка жасау керек, подписка жасамаса сен қазір определять ете алмайсың. Иә, ол үшін болады, бірақ мақсатың сенің подписка жинау емес еді. Ол болады. Бірақ подписка келсе шал.
қалай подписка подписка келді ал мен определять ету үшін, бірақ подписчиктер келді көп болып. келді. Болды, сенің мақсатың подписка емес ол. Иә. Болды, сен үйді жүргізесің да, жарысты Бәрі. ұйымдастырасың да, бұл проблема жоқ. Онда бола береді. Біз просто істеткенбіз олай просто ше. Білемін, біліп тұрмын ғой енді. Оның бәрі істеткен шығар өйтіп. Жоқ, ол бәрі істеткен жоқ шығар. Иә? Міне Жоқ, негізі интернетте жүргендердің бәрі көп примерно. гиф деген нәрсе енді қазір бізде хит болып жатыр ғой. Гиф деген маған подписаться етесің, бүйтесің. Біз өзіміз Асеке деген кісі бар, Асхат Абумахаммад, сол мен екі кәсіпкеріміз ғой, екеуміз. Екі кәсіпкеріміз бір блогерді алдық ортаға, Қыран Талапбекті. Сөйтіп айттық та, біз бір квартира аламыз. Бір квартира алдық 16 миллион теңгеге. 8 миллионнан біз лақтырдық. Екі кәсіпкер екеуміз ғана. Ол жерде 100 адам отырған жоқ подпискада, екеуміз ғана. И бардық та бағана Қыранға айттық. Қыран, сен инстаграмға саласың, сол жерде бізді көрсете саласың. Бай атымызды айтпай-ақ қойсаң да болады. мына кісілер сатып алды, мынандай ұтыс ойнайын деп жатырық. Шарты осы жерге үшеумізге тіркелу керек деген сияқты ше. Неге үшін тіркеліп жатыр? Сендерге подписчик керек қой. Бізге подписчик болмайды. қате. Енді біз не істейміз, тәубе етеміз, болды ма? Тәубе етесіңдер да, не еттіңдер ол кезде негізі. Тәубе етіп, негізі сол істелген амалдан құтылуға тырысу керек қой, егер сендерде ол тұрса әлі. Егер ол жоқ болатын болса, жоқ, болды, ойнатылып уже адам ұтып кетіп қалды. Бірақ бар ғой, мен сол кезде содан кейін сол подписчик келді, 250 мың подписчиктер келді да, сол квартира ойнаттық. Ешқандай нәрсе сатқан жоқпыз. Сол 200 мың подписчикті мен потом бәрінен 120 мың ба, 100 мың подписчикті мен өзімнен есеп тастадым ғой, почти. Шығарып тастадың ба? Шығарып тастадым, короче, өзім шығарып тастадым. Не үшін шығарып тастадым? Өйткені слишком көп подписчик болса да, мысалы бір видео салатын болсаң, ол видео анау көбісі неактивный подписчиктер оғандай. Ол видео бір адамдар қарамаса, онда сен охватың түсіп кетеді екен. Кері әсерін беріп тастады да бізге. Біз қолмен алып бәрін өшіргіздік қой, қайтадан. Былайша айтқанда. Сөйтіп өшіргізіп тастадық өзімізден подписчиктерді. Қазір 130 мыңдай подписчиктер, бірақ ол үшін андай бір арнайы бір не істеген жоқпыз. Ешқандай өзімен өсіп отырдым бір. Сол, мен енді ондай болады деп ойлаған жоқпын, так что біраз адамдарға пайдасын тигізеді деп ойлаймын. Бағанағы кісілерге шай сатып отқан кімдерге ешқандай проблема жоқ, ол кісілер өздері біледі әрине. Бірақ просто сатып алып жатқан адамдарда да проблема болып тұр ғой. Иә, сатып жатқандарда да, сатып жатқандарда бәріне қарастырған шариғат негізі бәрін қамтып кеткен ғой. Нені қалай, не істеу керек? Негізі біздің миссиямыз қазіргі болып жатқан трендтерді разоблачать ету ғой, негізгі. Бірақ қандай сол арқылы бір хайп жинап қалу, ондай ниет жоқ қой, ұстаз. Жоқ. Видео бір просмотр жинаса да проблема. Мен бұл вообще маған салынып жатқан да жоқ қой бұл видеолар вообще. Маған ешқандай көмек тиіп жатқан да жоқ та. Бір жерге шығып жатқан да жоқпын бұл видеоларды. Бұл сонда ғой. Мен вообще бұл видео маған жіберілмейді да ғой. Бұл кісі білмейді, салынып жатқан жоқ па. Сол үшін солай негізгі мақсат мұсылман үні конкретно біздің уақыт жобамыз. Бұл жерде біреудің айыбын ашып, сол арқылы хайп жинап, күшті подписчик жинап алуда емес. Подписчик жиналса, күшті красавчиксің. Значит, пайдаң тиіп жатыр деген сөз да біреуге, значит, тіркеліп жатыр адамдар красавчиксің. Сондай мақсатта. Сол үшін видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Егер видеоны шынымен пайдалы деп санасаңыздар, онда достарыңызға, бауырларыңызға, сондай рассрочка алып жүрген немесе осынау тұстарға қатысып жүрген адамдарға болса, жіберіп қойыңыздар, осы видеоны көрсін. Сол сізге рахмет. Саған да алла разы болсын. Алла разы болсын. Все, кіріп қойыңыздар.